Таразда шамамен 115 мың адам жер кезегінде тұр, алайда оның тек 5%-ына ғана жер телімдері берілген. Қазір халықты кезек мәселесі одан қалса қай аумақтан жер телімдері берілетіндігі қызықтырып отыр. Жиі қойылатын сауалдарға қалалық жер қатынастары бөлімінің мамандары жауап берді. Қазір жер телімдерінен кезекке тұру жүйесі едәуір өзгерген. Жер алып құрылыс бастаймын деген азаматтар енді әкімдіктің табалдырығын тоздырмайды. Үйде отырып ақ егов порталы арқылы өздері тіркеле алады. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта қалалық әкімдікке Жамбыл, Байзақ аудандарынан қосымша жер телімдері қосылады. Инфрақұрылым жүргізілгеннен соң учаскелер Хамукат, Қарасай, Орталық Киров базары мен Асқаров көшелерінің соңынан берілмек. Биыл жылжымайтын мүліктің бұл түріне 2005 жылы кезекке тұрған азаматтар ғана ие болады. Алайда 1185 адамның тек 156-сына ғана берілмек. Оның себебі бар. Себебі бұрын 2005 жылдан бастап өтініштер қабылдаған кезде жазбаша қабылданған, қағаз жүзінде ол жерде азаматтың аты жөні толық жазылмаған, мекен-жайы, кейбіреулердің мекен-жайы да жазылмаған. Сондықтан жер 1460 участок берілді 2021-2022 жылдары. Ол 2006 жылдың маусым айына дейін кезекте тұрған азаматтарға берілді. Айта кетейік, жер телімдерін тұрғын үй салудан бөлек кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға да болмайды. Ескере кететін жайт, участкі бірден жеке меншік құқыққа берілмейді. Сондықтан қазіргі таңда жеке меншік жерлер бар, игерілмей жатқан. Олар тек қана сот арқылы мемлекеттік меншігіне қайтарылады. Осы жеке тұрғын үй учаскелерін сауда-саттыққа салмау үшін біз жер учаскелерін тек қана 3 жылға қазір жалғаға береміз. 3 жылдың ішінде азамат жер учаскесін игеру керек, яғни үйін салып, оны қабылдау актімен қабылдап өткізу керек. Содан кейін ғана жер учаскесіне жеке меншік құқығы беріледі. Қала тұрғындарына құлақ қағыз. Шаһар бойынша 115 мың адамның 30 мыңнан астамда мәліметтер толық емес. Сол себепті бұған дейін жазбаша түрде кезекке тұрған азаматтар қайтадан электронды түрде мәліметтерін енгізу керек. Әйтпесе жер телімінен құр қалуыңыз мүмкін. Құралай Нұрланқызы, Дәулет Акимов, Аслан Құрманғазы, Аймақ.